Баршаңызға сәлем, құрметті көрермендерім. Бүгін сіздерге пайдалы болсын деген оймен пельменді түюдің ең оңай тәсілін көрсететін боламын. Ұзақ уақытыңызды алмайды, сіз де жасап көріңіз. Алдымен қамырын илеп дайындап аламыз. Жылы суымыздың үстінен бір жұмыртқаны қосып, бір шай қасық тұзды қосамыз және жұмыртқасы мен тұзы ерігенше кішкене араластырып аламыз. Үстінен иеліктен өтіп дайын тұрған ұнымызды қосып, қолмен қамыр илеп шығамыз. Достар, қажетті заттардың құрамы мен мөлшерін астыдағы тұрған описание бөліміне жазып қалдырдым. Яғни осы видеоның атауының үстін басатын болсаңыздар, сіздерге описание бөлімі ашылады. Егер көптеу етіп жасайтын болсаңыздар, сол жерге қарап 2 есе 3 есе көбейтіп жасай берсеңіздер болады. Мінекей, менде осындай тығыздықта қамыр иленіп шықты. Енді целлофанға салып 20 минут уақытқа тұндыруға қойып қоямын. Осы арада сорпасын дайындап аламыз. Қызып тұрған майымызға кішкене пиязды қосып, сарғайтып қуырып алдым. Оның үстінен туралған етті қосамын. Етті де кішкене қуырып аламыз. Етті қосу міндетті емес, қоспай-ақ та жасай берсеңіздер өте дәмді шығады. Қуыра келе еттің соғы шыға бастайды. Осы арада картопты қосып жібереміз. Мен 2 ірі картопты турап қостым. Оны да кішкене қуырып аламыз. Осы арада дәмдеуіштерін қоса бастаймыз. Дәміне қарай тұз, қара бұрыш қостым және өзіңізге ұнаған басқа да дәмдеуіштерді қоса берсеңіздер болады. Мен пельменге арналған арнайы приправа қостым және лавр жапырағы мен томатты қосып, баяу отта 5 минут уақыт қуырамыз. Одан соң үстінен суын құйып, суы бір қайнап шыққанша оттың астын қатты етіп қойдым. Қайнап шыққаннан кейін орташа отқа қойып, еті піскенше қайнататын боламыз. Жаңағы илеп қойған қамырды теңдей етіп 2 бөлікке бөліп алдым. Қолмен илеп, тағы да целлофанға салып қоямыз. Иі қанып, әдемі болып тұрады. Осы арада ішіне салатын салмасын дайындаймыз. Тартылған етке тұз және қара бұрышты ғана қосып, қолмен жақсылап салмасын араластырып алдым. Бұл пельменнің ерекшелігі пияз қосылмайды. Егер қаласаңыздар, өте ұсақ етіп турап қоссаңыздар да болады. Салмасы дайын болды. Енді иі қанып тұрған қамырды алып, біртіндеп жая бастадым. ұн себе отырып, оқтаумен үлкейтіп жайып алдым. Қамырды қайта-қайта илеп, иін қандырып жаятын болсаңыздар, жаюға өте ыңғайлы болады, әрі тез жайылып шығады. Менің қамырым да дайын болып қалды. Мінекей, осындай көлемде жайып алдым. Видеода көріп тұрғандарыңыздай оқтауды пайдалана отырып, салмасын салып шығамыз. Осылай жасасаңыздар өте ыңғайлы, әрі қайсысын қолмен түйіп отырмайсыздар. Құрметті көрермендер, егер сіз менің каналыма жаңадан келген болсаңыз, подписаться батырмасын басып, каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Видео бөліміне өтетін болсаңыз, сіздер іздеген бірнеше видео рецептерді таба аласыздар. Алдағы уақытта да көптеген пайдалы рецептермен, пайдалы видеолармен бөлісіп отыратын боламын. Сондықтан каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Мінекей, мен салмасын осы әдіспен салып шықтым. Енді ашық тұрған жерлердің барлығына қамырға тек қана суды видеода көріп тұрғандарыңыздай жағып шығамыз. Сол кезде қамырымыз өте тез жабысатын болады. Келесі екінші жайылған қамырды үстінен жаямыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай ең бірінші қолыңыздың көмегімен барлығының ортасын осылай келтіріп аламыз. Одан кейін оқтаудың көмегімен де жасасаңыздар болады бұл әдісті. Қамырдың арасы жабыспай қалады немесе қамырымыз жыртылып кетеді деп уайымдамаңыздар. Оқтаумен басып шыққаннан кейін пышақпен кесіп аламыз. Сонда бізде 4 бұрышты пельмен шығатын болады. Міне, көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі болып шықты. Жан-жағының бәрі жабысып қалған, ішіндегі салмасы шығып кетеді деп ойламаңыздар. Осы арада сорпасының еті де пісіп дайын тұрады. Үстінен пельмендеріміздің барлығын салып пісіріп аламыз. Мен орташа отта 15 минут уақыт пісіріп алдым. Дәмі деген өте керемет болып шықты, достар. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болғандарыңыз үшін алғысымды білдіремін. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.